Сәлем барлықтарыңызға. Қайырлы күн болсын. Жалпы мына біздің тіршілігімізде бітпейтін проблема деп ойлап жүретін болсаңыз, бір қиындықтан шықсам, екінші қиындыққа тап болам. Бір жетпейтін уақыт, істеген жақсылығым қайтпай жатыр. Маған сынақтар көбейіп кетті дейтін болсаңыз, налымаңыз. Кез келген адам, сіз ғана емес, барлық пенденің басында бұл жағдай бар. Себебі бізді жаратқан кезде, біздің тіршілігімізде жалпы адамзатты машақатпен жаратқан екен да. Бір проблеманы шешкен кезде міндетті түрде екінші проблема болатындығы. Өйткені сол проблемаларды, сол сынақтардан өту арқылы, сол машақаттарды шешу арқылы адам болады екен. Сол арқылы адамның қасиеттері ашылып, адамдық қырлары қырлана береді екен. Сол адамға берілген уже қасиет. Өйткені сізді, бізді бір дүниеге мұқтаж қылдыру арқылы. Бір мұқтаждығымызды шешсек, екіншісін шешсек, үшіншісін шешсек, төртіншісі. Егер дейді, мына дүниеде, әлемде мұқтажсыз адамдар болатын болса, мына қоғам мұқтажсыз болатын болса, жер бетінен ол қоғамды жойып, орнына басқа бір мұқтаждығы бар адамдарды әкелем деген дейді Алла Тағала. Сондықтан сіздің мұқтаждығыңыз болу, біздің мұқтаждығымыз болу. Бір проблеманы шешкенде екінші проблеманың болуы бұл заңды, дұрыс, табиғи құбылыс екен. Сондықтан бұл жерде маңызды дүние, барлық адам егер мұқтаж болатын болса, барлық адам машақатпен өмір сүретін болса, біреулер көңілді, біреулер сәтті бұл тапсырманы орындайды. Бұның себебі сыры, біреулер осы мұқтаж болып қалған дүниеге көп энергиясын құртып, көп көңіл бөліп, ылғи да сол сәтсіздікте жүретін сияқты сезіну арқылы сол сезімді өзінде көп ұстайды екен. Ал біреулер осының табиғи, дұрыс болып тұруға тиіс құбылыс екендігін біліп, ешқандай негативке, ешқандай өзінің көңіл күйін түсірмей, бұл шешілетіндігін, бұдан кейін де екінші бір машақат күтіп тұратын, екінші проблема күтіп тұратын, одан өту үшін өзінің күш-жігері, қайраты өзінде болу керектігін білген адамдар өте әдемі өмір сүреді екен. Сондықтан проблемаға сіз қандай көзқараспен қарайсыз, ол сізге солай жұмыс істейді. Сондықтан барлық машақаттан, барлық проблемадан күліп жүріп өтіңіз. Өйткені бұл сіз көтере алатын, сіз өте алатын, сіз бұны сәтті жасай алатын сынақ. Сондықтан мойымаңыз, әр күніңіз берекетпен, бақытқа толы болсын.